тамыр ұстамасам да қылып диагноз беремін мен. Қараңыздар, мына менің сатып жатқан гайлерім халқым, үлкендердің гайы. Осы гай толық адам алжымайды десем сенесіздер ма? Ой, мен алжып кетті деп бұрын бір жөніп жатады ғой, ол сол гай кемшіліктен алжиды, көп сөйлейтін болып, ашуланғыш болып, ұйқысынан ұйықтай алмай, тыныш тұрмай басқалармен соғысып, осы гай кемшілдік асқынғанда ревматизмдікі 65-ке 3 құты. Мынау 55-ке 2 құты. Өніңге балық майғы, алғы кеште ұйықтайтыннан бұрын тұра үйшіңізді шақырып апылам, екекті алданып бересіз. Көз, миыңызды қуаттайды. Әзір қойған әзір ұмытып, ұмытшақ, есі соға біледі төмен. Көзі соқыр болуға дайындық көріп жатқан намазжан қарғылары, осылар кесіздер. Мына үстімдегі 55-тен қимылық бердіме жібектің, міне, мынандай, міне. Қалың шыққан қалқым. Өніңген бүгін бір атақты бір нәрсе келді, әкеш бана сіздікі. Мына қан толықтау жәуһәрім қалқымды 65-ке 3 құты. Әйелла болады ке сіз ішесіз. Сіз ішкен адам мен ішпеген адамның парқы басқалардан 10 жас көрінесіз. Неге? Шырайыңыз нұрланып тұрады, бетіңіз татарып, там құсап, сыр көшкеткен там құсымдар бар ғой, соғысып тұрмайды. Одан кейін мына шаш түскен, шашыңыз ағарған, ұйқыңыз жақсы емес. Оның кейін әдет қалыптысыздық осының бәрін ерекше пайда қылады қалқым қаназдыққа. Оның кейін мына қаназдыққа мен ылғи сіздерге гайтешін беліп таныстырып жатырмын ғой, балалардан тартып кім жесе де болады деп. Таңғастың орнына бір ішіңізде шапарып, бір 2-3 қасықты қайнақ суға салып, шалып. Мына қан толықтау жәуһәрінің көрдіңіздер ме? Бүтін қызыл клетка темір құрамдар кетіп барады денеңізге, аузыңыздан ішесіз бе, қайтесіз деп міне сұрап тұр. Күнде 2 тал 2 уақыттан ішіп бересіздер, міне. Махсус келіп алдыңғы жол пайдаған деп алып кететін кісілер көп оны. Мынаны алғы бұрын сияқты шалқайып алып, бір кемпірді болама, бір келінді саморының басына байлап қойып 40 шай ішетін қазақ жоқ әзір, бәріміз қарбаласыз ғой. Сол уақытта мынаны алып білем, балаларыңыз кейде мектепке үлгірмейді. Шалып білем, ішкізіп қойсаңыздар бір күн кешке дейін қарын тоқтырғанның сыртында гайыңызды толықтайды, белогыңызды толықтайды, темір құрамыңызды толықтайды, қаназдықты жоқ қылады. Осындай бір керемет талқан. Одан сырт және бізде мына қытау талқан деген бірдеме бар, жаңғақ. Бұл жаңғақ талқан не қылады? Гайыңызды толықтайды, балалардың миына қуат болады. Ойда мен балам көп үйреніп кетіп осы ми азай кетем екен деп баласынан қатты алаңдап шыққан ата-аналар 75 сомға 3 құты. Өніңге мына үлкен кісілер дәретке көп шығатын, желі басым, таңмяубин, түйе талқаны. Чинкоу, россиянікі ма? Шетелдікі молоко дей ма? Міне, көрдіңіз ма? Русский дейді, көрдіңіздер ма міне? Вускова калици дейді міне. Порошок дейді. Соқтыңыздар ма міне? Ойбай, мен ростың, мен әлгі ағылшын тілінен ерекше үйреніп, рус тілін жазуын ғана үйреніп, анша көп үйренмептім да русскийді. Немного говорите по-русски деп қоямыз да сонымен,